Кайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. 19 қазан құтқарушылар күні. Бұл күн өз өмірлерін өзгелердің амандығы үшін қатерге тігетін нағыз ерлерге көрсетілер құрмет пен ризашылықтың белгісі. Осыған орай аудан тұрғындары арасында олардың ой пікірлерін тыңдау мақсатында блиц сауалнама жүргізудеміз. Мақсатымыз қоғамның өрт қауіпсіздігіне, төтенше жағдайлардың алдын алу мәдениетіне назар аударды. Өрт шыққан кезде қандай телефон номерге қоңырау шалу керек? Ең бірінші, по-моему, 101-ге, одан кейін төтенше жағдай 112-ге хабарласу керек. Нысандардағы өрт сөндіру құралдарын білесіз бе? Білемін. Айта кетсеңіз. Оға күрек жатады, хлопушка деген бар енді қазақшасын. Хлопушка жатады, құм жатады, тағы лом, күрек саймандар жатады, осының барлығы. Дұрыс, бізден сыйлық шоколад. Жандарым рахмет. Мен сізге қояр сұрағым, өрт сөндірушілердің басты мақсаты қандай? Саламатсыз ба? Өрт сөндірушілердің басты мақсаты өртті сөндіру, уақытылы келу, не дейді, құтқару. Басқа не Жылыту маусымы, яғни қысқы период кезінде ең бірінші қандай іс-шаралар істеу керек? Пешті қоспас бұрын. Ол ана түтін шығатынды тазалап, тексеріп алу керек, тазалап. Соң кейін қаптау керек, ол түтін шығатынды. Дұрыс айтасыз, ең бірінші құбыр мұржаны тазалау керек. Абай болыңыздар. Өрт кезінде алғашқы әрекеттер қандай болу керек? При пожарной ситуации в первую очередь включить свет, открыть двери и выпустить посетителей с зала. Если это крупный пожар, то позвонить 101. Если это будет короткое замыкание, то есть у нас огнетушители, то потушить самому. Сұрағымыз, жер сілкінісі болған кезде сіздер не істейсіздер? Қандай іс-қимыл жасайсыз? Если үлгерсем, бала шағамды алып далаға шығам. Если үлгере алмасам, бұрышқа, есіктің несіне тұрам, өзімді сақтаймын. Рахмет, бізден сіздерге сыйлық.